Айшылық алыс жерлерде көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Халқым, елім, шәкірттерім, менің арманым мектеп ашып, қазақ балаларын білімге, өнерге баулу еді. Бүгін міне сендерді көріп, осы арманымның орындалғанына ризамын. Жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, хиуадан шауып, қисынын тауып, тағына жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десем өзімді. Білім ғылым үйренмекке, талап қылышылыққа әуел білмек керек. Талаптың да өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей істегеннен табылмас. Өлең сөздің патшасы, сөз санасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-теңіз, жұмыр кез айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. О, Абай, кен данышпан еді. Бөтен сөзбен тілін былғап ал, бүгінгі ұрпағың бейшара халге түсіп қалған жоқ па? Сен сол заманда тіл тазалығын уайымдадың ау. Ұрпағың Ахмет те сол уайымның көшінде ме? Тіл тазалығы дейтініміз ана тілі өзге сөзбен шұбарлама. Басқа сөзден тілден сөз тұтыну керек болса, жұртқа сіңіп, халыққа үйіп, халыққа мағынасы түсінікті болатын сөзді алу керек. Ұрпағым, тіл тазалығы, ана тілі, басқа сөзбен шұбарлама. Абай жайлы Ақан өте жақсы. Абай туралы мен көп естідім. Соның жемісі Абай жолы эпопеясы. Мен қазір Ахмет туралы айтқым келеді. Ахмет қазақ баласының жанашыры. Ахмет Байтұрсыновтың қазақ баласына істеген еңбегім, өнер, білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайды. Ахмет қазақ тілінің жанашыры. Сендер де қазақ тілін құрметтеңдер. Ал қазақ тілі әрі көркем, әрі бай.